Әйел теңіз жағасында өзін жуынғанда аңдып тұрған ер адамның өз қайын атасы екенін білгенде қорыққанынан ештеңе дей алмады. Өйткені қайын атасы ауқатты адам, бүкіл отбасы соның көңіл күйіне қарап өмір сүріп отыр. Тіпті күйеуі де анасынан жасырын ақша алып жүреді. Сондықтан Анизи бұл зәулім үйде өз орнын сақтап қалу үшін күйеуін Шакирдің айтқанымен жұмыс істеуге көндірудің амалын табуы керек болды. Сол үшін ол Суатты әдейі су қарап оны ырыққа көндіргісі келді. Шарасыз қалған Суат суретшілікті тастайтынына уәде берді. Мұны естіген Анизи бірден қуанып, күйеуін жетектеп әкесіне айтуға асықты. Измет бұл жаңалыққа сене алмай, мұның бәрі келіннің еңбегі деп ойлады. Бірақ әкелі балалы екеуі кездескен бойда жанжалдасып қалды. Олардың ой-пікірлері мүлде қабыспады. Суат өзін өнер саласында мақтануға лайық деп санаса, Шакир сурет салуынан таппайды деп, ол түкке тұрғысыз деп санады. Әкесінің өзінен тек бір жақсы қасиет көргенін айтқанда Суатты ештеңе дей алмай қалдырды. Ол не десе де, бәрі бекер екенін түсініп, ашуға булығып суретшілікті ешқашан тастамаймын деп бекінді. Шакир болса ұлының не істесе де өз еркі деп үйреніп кеткен. Осылайша екеуі ренжісіп тарасты. Сүмбіл болса ашулы жігіттің түрін көріп, іштей қуанды. Мұншалық ашуланғанына қарағанда әйелімен ұрысқан болар деп ойлады. Бірақ қызметші оның қателескенін айтып, таңертең олардың төсекте шапқылаған дыбыстарын естігенін жеткізді. Мұны естіген Сүмбіл бірден көңілсіз күйге түсті де, іштей Анизиді бұл үйден кетіруге ант берді. Ол Анизидің жалаңаш суреттердің қайда сақталғанын білсе де, шатырдағы бөлмеге кіруге кілті жоқ еді. Сондықтан кілттің қайда екенін білу үшін кішкентай қыздан қайта сұрауға барды. Осы кезде Шакир әйелі Изметке Суатқа жасырын ақша беріп жүргенін біліп енді қайталанса, екеуін де үйден қуатынын ескертті. Кейін бәрі теңізге серуенге дайындалды. Измет кейбір заттарын ұмытып қалғанын айтып, Анизиге қызымен бірге барып сол затты алып келуін тапсырды. Шын мәнінде ол Анизи мен Шакирге оңаша сөйлесуге мүмкіндік бергісі келді. Бірақ екеуі ұзақ уақыт бір сөз айтпады. Тек ит қайта пайда болғанда ғана Анизи күлкісін тыя алмай қалды. Шакир неге күлгенін түсінбей сұраған кезде Анизи теңіз жағасында болған оқиғаны айтып берді. Мұны естіген Шакир ұялып қалды. Мұндай жағдайды әйелдің жай әзілге айналдырғанына сене алмады. Ол қатал дауыспен Римде қандай өмір сүрсе де, енді осы әулетке келін болып түскен соң, ережеге бағынуы керек екенін айтты. Мұндай ашық мінезді олар қабылдай алмайтынын ескертті. Анизи болса теңізде шомылған күні өзін ешкім көріп тұрғанын білмегенін айтып, ренішін жеткізді. Дәл осы сәтте Измет пен қызы келіп, олардың әңгімесін бөлді. Кешке Анизи күйеуін күтіп, неге уәдесінде тұрмай, қайтадан сурет салуға бел буғанын сұрады. Суат ештеңе тыңдағысы келмеді. Бәрі шешіліп қойған деді. Ашуға булыққан Анизи ұйықтай алмай сыртқа шықты. Оны жұбатқан Измет әрбір күйеу өз әйелінің қолдауын қалайды деп айтып, оның ақылды әрі сұлу екенін еске салып, бәрі жақсы болатынына сендірді. Мұны естіген Анизи өзіне сенімі артты. Келесі күні енесі оған сәнді көйлек пен әшекейлер жіберді. Анизи әдемі киініп, айна алдындағы бейнесіне риза болды. Төменге түсіп келе жатқан Анизиді көрген Шакир одан көз ала алмай қалды. Суат мүлде қызықпаған кейіп танытты. Измет оған мән берме деп, бәрі енді басталады деді. Кешке Анизи күйеуінің ұнататын иіс суын сеуіп, ең әдемі іш киімін киіп, оны күтіп отырды. Бірақ Суат бұл уақытта қызметшіге өзіне бөлек бөлме дайындауды бұйырды. Қызметші қобалжыды. Алайда Суат барлық жауапкершілікті өз мойнына алатынын айтты. Аяқ дыбысын естіген Анизи жылдам бет жүзін түсіп, төсекте тартымды кейіпке енді. Бірақ бөлмеге кірген Суат оған көзде салмастан, жұмысы көп екенін айтып, бөлмеден шығып кетті. Анизи қатты күйзелді, күйеуінен түңіліп кетті.